Қайырлы күн. Көңіл күйлерің қалай? Ашқазақ сендерге жаңа подкаст дайындады. Дайын болсандар, біз бастаймыз. Бүгін мен күнді үйде өткіземін. Сондықтан сендерге өз үйім туралы айтамын. Мен үлкен үйде тұрамын. Бұл үйде біз отбасымызбен тұрамыз. Үй үлкен, бәрімізге орын бар. Бас есіктен кіреміз. Үлкен дәліз бар. Дәлізден баспалдақпен көтерілуге болады. Менің үйімде 2 қабат бар. Бірінші қабатта 3 бөлме бар. Олар ас бөлмесі, жуынатын бөлме және қонақ бөлмесі. Мен ас бөлмеде жиі боламын. Ас бөлмесінде біз тамақ жейміз және дайындаймыз. Қонақ бөлмеде үлкен диван мен үлкен теледидар бар. Бұл бөлмеде біз демаламыз. Баспалдақпен 2-ші қабатқа көтерілеміз. 2-ші қабатта 4 бөлме бар. Демек, менің үйімде барлығы 7 бөлме бар. 2-ші қабаттағы бөлмелер 3 жатын бөлмесі және 1 жуынатын бөлме. 1 жатын бөлме қонақтарға арналған. Ал біреуі балалар бөлмесі. 2-ші қабаттағы жуынатын бөлмеде ванна бар. 2-ші қабатта 2 қылтима бар. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай. Ас бөлмеден сыртқа шығатын есік бар. Бұл есік үйдің артқы ауласына қарайды. Аулада бақша бар. Біз алма ағаштарын және көкөністер өсіреміз. Балаларға ойын ауласы бар. Үйдің сыртқы бейнесі көк түсті. Шатыры қоңыр түсті. Қоршаулар да қоңыр түсті. Маған үйім ұнайды. Ол өте ыңғайлы және үлкен. Ал сенің үйің қандай? Өз үйін туралы айтып бере аласың ба? Қаралым үшін рахмет. Кездескенше.